Сәлеметсіздер ме? 6-шы сабаққа қош келдіңіздер. 6-шы сабақтың тақырыбы ерте жыныстық қатынастың салдары, жасөспірімдік жүктілік. Жасөспірімдік жүктілік дегеніміз бұл 13 пен 18 жас аралығында болған жүктілікті айтамыз. Дамыған елдерде ерте жүктілік көп жағдайда жоспарланбаған. Сол себепті де көбінде абортпен, тіпті үлкен мерзімдегі абортпен аяқталып жатады. 13-18 жастағы қыздардың гормоналды жағдайы енді қалыптаса бастайды. Бұл кезеңде қыз баланың ағзасы да, психикасы да жүктілікке ана болуға дайын емес. Жасөспірім қыздың ағзасының жүктілікке дайын болмауының себебінен көптеген өзгерістер туындайды. Организмде ұрықтың дамуына қажетті материал дайындау басталады, ал жасөспірім шақта ол өзінің ағзасының дамуына жұмыс жасауы қажет. Жүктілік болған жағдайда 2 есе көп күш жұмсалу керек болғандықтан жас организм жетісе алмайды. Жас қыздың да ұрықтың да дамуы тежеледі. Егер жүктілік үзілмесе, нәресте жақтан мынандай мәселелер орын алуы мүмкін. Мерзімінен ерте босану, салмағы төмен және салмағы өте төмен нәрестенің туылуы, ағзалық жетіспеушілік, көптеген аномалиялар және де жатыр ішілік гипоксия болуы мүмкін. Менталды және физикалық дамудың кешігу мүмкіндігі жоғары. Жасанды емізу көп орын алады, себебі жасөспірім аналар омыраумен емізуді қаламайды және көп жағдайда сәбилер үйіне тастап кетіп жатады. Егер жүктілік үзілмесе, жасөспірім ана жақтан мынандай мәселелер орын алуы мүмкін. Анемия, яғни қаназдық, гипертония, қан қысымының төмен болуы, токсикоз, преэклампсия, бұл жүктілік кезінде ғана болатын ауыр қан айналым жүйесінің бұзылысы, жүктілік кезіндегі салмақтың аз қосылуы, ұрық жолдастың төмен немесе жатыр мойны жанаса жатуы, түсік. Босану кезінде де асқыну болуы мүмкін. Жасөспірім қыздарда босанудың әлсіздігі, босану жолдарында ұрықтың тұтырып қалуы көп жағдайда кездесіп жатады. Босану кезінде асқыну себептерінен көбінесе кесір тілігін жасайды. Ерте жүктіліктің психологиялық проблемасы да маңызды. Алғаш жүктілік жайлып, жасөспірім қыз білген кезде өзін кінәлі сезінеді, ашуланады, мойындамайды. Осындай сезімдер орын алады. Бұл кейінірек қауіпті салдарға әкеліп соғуы мүмкін. Себебі психикасы толық жетілмеген және жеке тұлға болып қалыптаспаған қыз әртүрлі әрекетке баруы мүмкін және медициналық көмекке кеш жүгінеді. Қыз өз өміріндегі алғашқы маңызды шешімге тап болады. Балалық шақтан ересек өмірге күрт ауысып кетеді. Жас әкелер мұндай жағдайда бірден қызды жалғыз қалдырады. Қыздардың мойнында жалғыз өзі шешім шығару тұрады. Қоғамда мұндай жағдайды дұрыс қабылдамайды, көп сөгеді, бетіне басады, айыптайды. Сол себепті қыздар ешкімге айтпайды, тіпті ата-аналарынан барынша жасыруға тырысады. Көбінесе ерте жүктілік жағдайы төмен отбасының балаларында болып жатады. Ата-аналар мен балаларының арасында қалыпты қарым-қатынас, шынайы, ашық әңгімелер айтылмайды. Сол себепті де жүкті болып қалған жағдайда олар ата-анасына айтпайды. Жүкті болғаннан кейін қыз мектепті де тастауға мәжбүр болады. Мектепті тастамаған күннің өзінде ана болу мен мектепті қатар алып жүру бұл өте қиын дүние. Білімнің жетіспеушілігі қыздың одан әрі өзін-өзі тануына, өзін-өзі дамытуына, одан әрі жақсы жұмысқа орналасуына, мәнсап жасап, мүмкіндігін жоғарылатуына тежеу болады. Білімі төмен болғандықтан қара жұмыс істеуге мәжбүр, ал бұл ақша жеткіліксіздігіне, бұл өз кезегінде жас ананы қылмысқа итермелеуі мүмкін. Қорғансыздық көбінесе отбасындағы зорлық-зомбылыққа келеді. Үмітсіздік алкоголизм мен нашақорлыққа алып келуі мүмкін. Мұндай әйелдер көбінесе 20 жасқа толмай тағы да жүкті болып жатады. Ал олардың балалары өз кезегінде ешкімге қажет емес және сәбилер үйлерін толықтырады. Бұл 6-шы сабақтың аяғы. Назарларыңызға рахмет.